Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен бірге студент подкаст, оның жүргізушісі мен Ақбота және группаластарым Жанна мен Гүлханым. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз әрбір адам өз күннің уақытын тиімді пайдалану керек. Осы туралы біз айтатын боламыз. Жалпы адам өзінің уақытын, күнін, энергиясын қайда жұмсау керек, уақытын қалай тиімді және пайдалы өткізу керек, сол туралы айта кетсек. Уақытты дұрыс пайдалану үшін ең алдымен жоспар маңызды. Мысалға біз белгілі бір жетістікке жету үшін белгілі бір жоспарлаймыз күніне. Мысалға ол жетістікке жету үшін сүйікті ісімізбен айналысу керек. Сіздер бұған қалай қарайсыздар? Жалпы күнделікті қарбалас өмірде біз жалпы сабақпен қатар көптеген қызығушылықтарымызды қатар алып жүргіміз келеді. Бірақ та сағатымызды сауатсыз пайдалану көптеген мүмкіндіктерден шектейтіні рас. Осы орайда өзің айтып өткенде жоспардың маңыздылығы өте маңызды болып саналады. Келісемін сенімен, Жанна. Негізінде күндерді жалпы жоспарлау қажет. Осы негізінде адамдар өзінің бір күндік өмірін жалпы қайда жұмсайды, сол туралы айта кетсек. Негізінде статистикалық мәліметке сүйенсек, қазір 16 және 30 жас аралығындағы жастар күніне уақытын 2 сағат немесе одан да көп уақытын әлеуметтік желіге жұмсайды екен. Ол дегеніміз біздің өмірімізге өте қауіпті. Яғни түнде дұрыс ұйықтамау, әлсіздік, еріншектік, осының бәрі осыдан басталады. Гүлханым, өзің айтып отырғаныңдай, жаңағы көптеген жастардың басым мәселесі, яғни проблемасы осы қиындығы уақытын әлеуметтік желілерге өткізу болып табылады ғой. Оны көбісі андай блогерлер, олар әлеуметтік желілерде табыс көзі ретінде отыратын болса, көптеген жастар TikTok, Instagram желілерінде тек бостан-бос, тек видео қарау деген сынды нәрселерге уақытын жіберіп жатады. Бірақ байқамай қалып жатады да, күнделікті уақыты соған кетіп қалып жатқандығын. Көптеген адамдардан сұрайтын болса, өмірде не нәрсеге өкінесіз деп, сол кезде бір босқа кеткен уақытымды тиімсіз өткізгеніме өкінем деп жатады. Жалпы көптеген еңкейген қарияға дейін осы тақырып бойынша өте маңызды екенін түсінеді деп ойлаймын. Мысалға, негізінде мен өз өмірімнен айтатын болсам, осы көбінесе кейбір уақыттарының көбісі әлеуметтік желіге өтеді. Түнде әсіресе көбінесе TikTok қарайсың, Instagram қарайсың, соның кесірінен кеш жатасың, одан сабаққа ұйықтап қаласың, солай кейбір уақыттары мені тиімсіз өтіп жатады. Әрине қазір негізінде бәрі дейтін әлеуметтік желіге көбінесе байланысты болғандықтан жастардың қазіргі көбі осы өзінің уақыттарын әлеуметтік желіде өткізеді деп айтсам болады. Жалпы екеуің айтып жатсыңдар ғой. Негізінде өзімізді қолға алу үшін уақытылы ұйықтау керек, уақытылы бір жерге бару керек, уақытылы тіпті ағзаға да уақытылы демалыс қажет. Мысалға, кейбір жастар, және өзімде де айтып кетсем, түнде бір 3-4-те ұйықтап, таңертең сабаққа тұра алмай қалып жатамыз. Оның зардабын көріп жатамыз, яғни сабаққа көзіміз ісіп келеді. Сосын асқазанымыз да шамалы ауырыңқырап келеді. Оның әсері де кері әсері өте қатты. Сонымен бірге, егер уақытыңды, ұйқыңды дұрыс пайдаланбасаң, сенің бойыңда өсуі екіталай. Уақыт ең бағалы құндылық, барша адамзатқа берілген. Оны кейбіреулері дұрыс пайдаланса, кейбіреулері дұрыс пайдаланбайды. Жалпы өзінің уақытын сыйлайтын адам өзгенің де уақытына, яғни түсіністікпен, кәдімгідей бағалы түрде қарай алады. Ал өзінің уақытын сыйламайтын адам басқа адамдардың да уақытын алып, сыйластықсыз қарайтыны рас. Біздің менталитетімізде байқасаңдар, көптеген жиын тойларда 8-де басталатын тойларға немесе мерекелерге кешігіп бір 2-3 сағаттап келіп жатады, 9-да, 10-да келіп жатады. Бұл да біреудің уақытына құрметсіздікпен қарау деп ойлаймын. Ол өзімізге қалыпты жағдай болып кеткен ғой қазақтарға. Мысалы орыстардың тойына барса 7-де ме, 7-де басталып кетеді. Өйткені өзіміздің ресторанымызда осылай 5-те орыстардың тойы болды, 5-те басталып кетті, ровно 5-те басталып кетті. Біз оған таң қалып жатырмыз, қалай деп. Бірақ ол біздің қазақтарда көбінесе 7-те шақырады, бірақ адамдар 9-да келеді, одан 10-да басталады. Мысалға, негізі уақыттың сосын тиімсіз және пайдасыз өткізілу негізі ұйқымен де байланысты. Біз көп ұйықтаған сайын уақытымызда тиімсіз өтеді. Негізінде осы энергия туралы айта кетсең, адамдар өзінің энергиясын қайда жұмсау керек, қалай дұрыс жерлерге жұмсау керек.
иә, дұрыс айта кеттің Ақбота. Жалпы біз көптеген күнделікті өмірімізде уақытымызды тиімді пайдалану үшін белгілі бір энергия қажет болады ғой. Яғни бізде дұрыс энергия болмайтын болса, біз өзіміздің жұмыстарымызға, істейтін істерімізге уақытымызды да бос өтіріп алуымыз осы энергияны дұрыс пайдаланбағаннан болады. Мен жалпы өзімнің күнделікті өмірімде уақытымды жоспарлайтын болсам, оған қажетті менде энергия болу қажет. Мен энергияны не нәрседен аламын, сол нәрсеге арнаймын. Яғни мысалы күнделікті дұрыс сапалы ұйқы. Егер менде сапалы дұрыс ұйқы болмайтын болса, мен көптеген істеріме энергиям болмайды да, жалқаулықпен ары қарай ұласып, уақытым бос өтіп кетіп жатады. Сол үшін де энергия алатын нәрсесін білу керек әр адам. Мысалы, біреулер үшін сапалы ұйқы болса, біреулер үшін серуендеу, әркімде әртүрлі болып жатады. Жалпы сендер осы энергияны қайдан аласыңдар? Мен энергияны көбіне үйде жалғыз қалам ғой. Көбіне енді өзім жалғыз қалам. Музыка қосып қойып, кешкісін билегенде сол кезде маған энергия болады. Ал мен қанша тамақ ішейін, ұйықтайын, өзімді қанша жақсы сезіне алмаймын ондай кезде. Егер мен көңіл күйім жақсы болмаса, мен энергиям босқа кетеді. Мен сол үшін де күнделікті әдетке айналдырғам да, кешкісін міндетті түрде билеу, өлең айту деген сияқты. Ал мен көбінесе энергияны негізі ұйқыдан аламын деп айтсам болады. Сабақтан келгенде міндетті түрде ұйықтамасам, мен дейтін уже шаршап жүрем күні бойы. Сондықтан мен өзім жалпы энергияны осы ұйқыдан алам. Негізінде өзі осы демалыс кездерінде өздерінің уақыттарында қалай пайдаланасыңдар, қалай өткізесіңдер, сол туралы айтсаңдар. Жаңағы айтып отырған энергия бар ғой. Энергияны мен әсіресе демалыстан аламын. Демалыс мен үшін ең күшті нәрсе да. Өйткені демалыс уақытында мен өзіме уақыттарын аялам, бос істегім келетін қызығушылықтарыма уақыттарын аялам. Сол арқылы өзіме энергия керісінше көбейіп жатқанын сезем. Ал күнделікті басқа да бір қарбалас бір сабақпен қатар жасайтын істер болады ғой. Оған уақыт таппай қалып жатсам, менде энергиям да кетіп жатады. Өзіме де уақыт таппай қалып жатсам, сондай нәрсені көп байқаймын. Ал мен атаймын мысалға бір күн демалыс болса, мысалы, мен сол күн үйде болып қалсам, мен уже басым ауырады. Басым ауырып, өзім үйге сыймай кетем. Сондықтан мен кешкісін серуендеп шығып, немесе осы сенбі жексенбі күндері мен өзімнің туған әпкемнің үйіне барам. Солардың іні-сіңлілерімен қыдырып, сенбі жексенбі күні мен міндетті түрде уақытымды қыдырумен және таза ауа жұтумен айналысамын. Негізі демалыс кезде де, жалпы бос уақыт кезде де қалаға шығып, демалып тұрғанда дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, құрбылармен шығып, ол да бір уақыттың тиімді және пайдалы өткізу деп ойлаймын. Мысалы, құрбылармен әңгімелескен кезде де пайдалы әңгіме айту арқылы уақытты жалпы тиімді өткізуге болады. Демалысқа қатысты бір қызық ақпарат естігем. Көбінесе ақш елдерінде жұмысшылар өздерінің бос уақытын, яғни телевизорының алдында қарап тамашалап отыратын болса, оны демалыстың түрі деп санайды екен. Ал Дания елдерінде осы именно демалысқа қатысты күнделікті 4-5 сағаттап демалыс жасау міндетті түрде маңызды болып санайды екен, қарап отырсақ. Қызықты. Ал енді біз уақыттың тиімділігін айтып кеттік, пайдалысын айтып кеттік, енді зиян жақтарын айтып кетсек. Мысалға мен өз өмірімде бағанадан бері айтып жатырмыз ғой, өз өмірімнен ала кетсем, көбіне сол ұйқы, барлығымызда ұйқы. Сабақтан кейін үйге барам, ұйықтап қалам мен, шаршап ұйықтап қалам. Бірақ ол шаршағандық емес, ол еріншектік. Үйге барып ұйықтап қалам, содан 3-4 сағат ұйқыдан тұрам ғой. Түнде ұйықтай алмаймын. Ол менің миыма қатты әсер етеді. Миыма қатты зиян. Негізінде менде де осы күнімді жоспарлаймын, бірақ та көбінесе кейбір жоспарлаған нәрселерім істелінбей қалып жатады. Ол ең біріншісі әрине еріншектік. Көбінесе еріншектігім басым болып кетсе, осы жоспарланған күндерім, істерім көбінесе қалып қойып жатады. Бұл уақытты тиімсіз өткізудің, яғни зиянды жақтары ғой. Көбінесе адамдар уақытының бір тиімсіз зиянды өткізіп жатқанына мән бере бермейді. Бірақ та осы туралы ойланатын болса, көбінесе яғни мұңға батып кетіп жатады ғой. Өз-өзін кінәлап деген сияқты. Менде мысалы кейде болады, уақытымды бір тиімсіз өткізіп, жоспарсыз өткізетін болсам, бір өз-өзімді іштей кінәлап кетем. Не үшін бұлай жасадым деген сияқты. Ал күнделікті бір жоспармен жүретін болсам, уақытымды бір пайдалы өткізуге тырысатын болсам, соған сай менде энергия да келе береді, жоспарларым да рет-ретімен орындалады. Сендерде қалай? Бізде сол сен өзің айтып өткенде, жалпы
кім уақытының бос өткізген қаламайды ғой, уақыты кетіп қалған ешкім қаламайды. Мысалға қазір енді қалада оқу не болып жүр қой, мысалы ауылдың өзінде менде күнделікті жоспар, мысалы 9-да таңертең тұрам, бізде таңғы ас, есік алдын сыпыру деген, бізде оңтүстікте ондай қатты сиырды шығару, біз әлі от жағамыз мысалға. Солардың барлығы бізде бір күндік, менің өзім бір күнім солай өтіп кетеді. Мысалға біз дейтін осы сессия жақындап жатыр ғой қазір. Сессияға кірейін жатқан кезде осы неге алдын ала дайындалмадық, босқа жүрдік қой деген сияқты сұрақтар көп кетеді ғой бізде. Мысалы соның бәрі жалпы уақыттың тиімсіз пайдалануы деп түсінемін негізінде. Келсем Ақбота, жалпы байқасаңдар осы қалалық өмір мен ауылдық өмірдің арасында бір уақытпен байланысты бір нәрсе бар сияқты. Жаңа Гүлханым айта өткендей. Өйткені ауылдық адамдар көбінесе уақытты кәдімгідей жоспармен өткізеді. Таңертең тұрды ма, сол уақытта белгілі бір уақытта тұрып, белгілі бір уақытта ұйықтайды. Ал қаланың адамдары көбінесе көптеген бір шаруалармен қатар өздеріне бөлетін уақытымен уақытты дұрыс пайдаланбайды. Ұйқы уақытын әсіресе. Кез келген уақытта ұйықтай салады, кез келген уақытта тұра салады. Белгілі бір мақсат жоспар жоқ. Мен мысалы ауылда жүретін болсам, бір уақытым өтпей жатқан сияқты ұзарып кетеді, ал қалаға келген кезде уақытым өте тез өтеді. Өзім түсінбей қалам. Енді ауылда енді ол ауыл аты айтып тұр ғой. Сенде мысалы менде уақыт айтып тұрмыз ғой, мысалы үй жинау, мысалы күнде өзің 12 бөлмелі үйді ойла, қанша үйіңде адам бар, үйіңді күнделікті жинайсың, сиырға ағаңа көмектесіп жаңағыдай сиырға шөп саласың дегенде, сонымен бәрі сен бір күндік уақытың кетіп қалады. Мен өзім қазірде негізінде қаланың сырт жағында ауылда тұрам. Көбінесе уақыттың негізі бір күндік уақыт осы даланың, үй шаруасының уақыттарымен, соның істерімен бірге өтіп кетеді. Осы университетке сабаққа келген кезде де жалпы арнайы бір уақытты жоспарлап қою керек. Мысалға 7-те шығам ба, мен 8:30-да сабаққа үлгеру керекпін. 7:30-да шығам ба, мен дейтін сабақтан кешігіп қалып жатам. Сол үшін де арнайы жоспарлап тұру қажет. Жалпы біздің қазіргі қоғамда уақытты тиімді өткізуге байланысты білім аса бір қатты дамып жатқан жоқ сияқты. Бірақ біртіндеп дамып келе жатыр. Көптеген дамушы елдер осы уақытын өте тиімді өткізуге байланысты көптеген нәрселерді шығарып жатыр да. Кітап болсын, кез келген білім болсын, жоғары көрсеткіште дамып жатыр. Біздің қоғамға да осы уақытты тиімді өткізуге байланысты білім кәдімгідей халықтың қоғамның санасына қалыптасу керек деп ойлаймын. Өйткені уақытын тиімді өткізу бұл жетістікке жетудің кілті. Ал біз жетістікке белгілі бір жетуіміз үшін уақытымызды пайдалы, тиімді өткізуіміз қажет деп ойлаймын. Негізінде осы подкастымыз, бүгінгі тақырыбымыз барлық адамдарға пайдалы болды деп ойлаймын. Негізінде осы біздің өміріміз уақытпен тікелей байланысты ғой. Уақыт ең маңызды құндылықтардың бірі адам өміріндегі, оны тиімді өткізуге тырысуымыз қажет. Ал бүгінгі подкастымызды қорытындылай келе, уақыт ол алтыннан да қымбат. Біздің берілген әр минутымызды, өміріміздегі әр секундымызды бағалайық. Біз сіздермен қоштасамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.